Қадірлі ұстаздар, құрметті қонақтар және студенттер. Бүгінгі жиында қоғамдағы өзекті мәселелерді талқылайтын боламыз. Барлығымыз заман талабына сай деп ақтайтын контент пен құндылық тренд пе әлде тәрбие ме тақырыбындағы іс-шарамызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бір ғана қысқа метражды бейнеролик миллиондаған қаралым жинайды. Бір ғана сөз мыңдаған адамның ойын өзгерте алады. Ақпарат ағымы күн сайын көбейіп, адам санасына бұрынғыдан да жылдам әсер етіп жатыр. Біз сол ағынның ішінде өз бағытымызды жоғалтпай, құндылықты сақтап жүрміз бе? Бүгінгі іс-шарамыздың негізгі мақсаты да осы сұрақтарға бірге жауап іздеу. Ендеше сөз кезегін қазақ тіл білімінің теориясы мен әдістемесі кафедрасының бағдарлама көшбасшысы Асанбаева Сәуле Асанбайқызы өзіңізге берсек, тақырыпты ашып берсеңіз. Ашылу салтанатын бізге арнайы жасап берсеңіз. Хорошо. Мен қыздарыма бақ прагматикасы деген сабақ беремін, олар өздерінің бәрі журналист болып сезініп кеткен қазір. Сабақта да солай бастайды. Бүгінгі айдарымызда деп бастай береміз. Ал қыздар, бүгінгі мына тәрбиелік өте мазмұнды тақырып бастап отыр екенсіздер. Тақырыпты өзекті тақырыпты алып отыр екенсіздер. Бұны біз өзіміздің сабақтарымызда да үнемі айтып жүрміз ғой. Қазіргі жастарда тренд дейді. Бізге ол көп нәрсе оғаш келіп жатады. Бұның тәрбиелік мәні қандай? Сол нәрсе айтып жатқан тренд деген нәрсені өмірлік ұстаным деп қабылдауға бола ма, жоқ әлде болмай ма? Бұл қоғамда өмір сүргендіктен қоғамдағы болып жатқан барлық іс-шараларға осы азаматтық өзіміздің болмысымызбен жауап беруіміз керек, оны өздеріңізде сабақта айтып жүрміз. Сондықтан осындай тақырыпты ортаға салып, талқылауға ұсынғандарың өте дұрыс болған екен. Іс-шараның мәнді, мазмұнды өтуіне шын жүректен тілектеспін. Контент тек көңіл көтеру үшін жасалған дүние емес. Ол ұрпақтың санасын қалыптастыратын, тәрбиеге ықпал ететін қуатты құрал. Әлеуметтік желіде өзіндік орнын көрсете алған халыққа танымал тұлға. Бүгінгі шарамыздың тақырыбына сай өз контенттерін сапалы, саналы түрде жеткізетін арнайы қонағымыз Раисова Құралай ханымнан кеңес алсақ, Zoom қосымшасында отыр. Құралай ханым, желдесіз бе? Желдемін. Даусым естіліп тұр ма? Даусым естіліп тұр ма сіздерге? Құралай ханым. Сіздерге даусым естіліп тұр ма? Құралай ханым, біз сізге естіліп тұрмыз ба? Сіздер маған естіліп тұрсыздар. Сіздерге мен естіліп тұрмын ба? Құралай ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен естіліп тұрсыздар ма? Мен сіздерге естіліп тұрмын. Қайырлы күн ханымдар, мен қазір сіздерге естіп Құралай ханым, біздің даусымыз сізге естіліп тұр ма? қазір естіліп тұр, Енді сіздің де даусыңыз естілді, сөйлей берсеңіз болады. Сәлеметсіздер ме, құрметті аудитория, маған кімнің бәрі жақсы көріп тұрған жоқ, дегенмен баршамыз ханымдар, мырзалар, бәлкім студенттер бар шығар. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шын мәнінде өте өзекті, әсіресе қазір жастардың әлеуметтік желінің жалпы құндылыққа да,
халықтың болашағына да, жастардың болашағына да қатты әсері бар екенін бәріміз біліп отырмыз. Бүгінгі талқылау сәтті өтсін. Қызықты тақырыпқа шақырғандарыңызға рахмет. Қуана қатысамын. Рахмет Құралай ханым. Сізге бірер сұрақтар қойып өтсек, айтыңызшы, контент жасауда қандай принциптерді ұстанасыз? Отбасы, тәрбие, руханият үшін бірінші орында ма? Қандай принциптерді ұстанасыз дедіңіз, иә? Жақсы, рахмет. Контент жасаған кезде сіздер енді біраз өзім туралы айта өтейін. Мен тек қана өзіме контент жасаумен айналыспадым. Соңғы 7-8 жыл көлемінде мен көпшілікке контент жасауға, яғни көмектестім, продюсерлікпен, контент продюсерлікпен айналыстым. Біз көптеген өз ісінің маманы болып жүрген мұғалімдер, басқа да мамандық өкілдері әлеуметтік желіге контент шығарып, жасай алып шығуына көмектесумен айналыстық. Себебі екінің бірі жаңағы билеген адамның бәрі тренд жасап контентке ілесіп шығып кетіп жүрді де, ал нағыз керек халыққа қажет мамандар әлеуметтік желіге не уақыты жоқ, не қалай жасауды білмей шыға алмай қалды. Бас кезде солай болған еді. Біз осы олқылықтың орнын толтырайық деп команда болып мұғалімдердің, дәрігерлердің, заңгерлердің деген сияқты қажетті мамандықтардың әлеуметтік желіге қазақ тілінде контент жасап шығуына ықпал еттік. Бұл жерде әрине біздің ұстанған басты принциптеріміз ең бірінші адамның өзінің және жалпы қазақ халқының құндылықтарына қайшы келмейтін тұрғыда контент жасау дегенге өте қатты мән бердік. Өйткені әлеуметтік желіде алдану, ілесіп кету, еріп кету біреуге, немесе біреу өте үлкен қамту аясына ие болған, охват дейміз ғой, біз қамту аясы деп аударып жүрміз, ие болған контентке еліктеп солықтау деген қатты етек алған кездер болды. Осының арасында өзіңді жоғалтып алмау, қанша қызықты болып тұрса да, немесе жұртқа өтірік сияқты көрініп тұрса да, мәнсіз мағынасыз контентке ілесіп кетпеу, яғни өзіңді жоғалтпау, өзіңнің профессионалдылығыңды жоғалтпау деген өзара ұстандық. Көп рахмет, толықтай келісеміз. Келесі сұрақ, бізде блогерлер қоғамның құндылықтық бағытына әсер етеді деген пікірмен келісесіз бе? Келісемін, әрине, бізде блогерлер ғана емес, мына жерде енді Лениннің өзі айтқан сөзі бар еді ғой, баяғыда кино әлеуметті тәрбиелеу құралы деген. Дәл сол сияқты қазір біз кино көргеннен де, теледидар көргеннен де көбірек уақытымызды телефон қараумен өткіземіз. Ол ешкімге де құпия емес қой. Яғни біз күніне қанша сағат бойы телефоннан ақпарат қабылдап жатқанда, оның бірі болмаса бірі бізге әсер етпеуі мүмкін емес. Әсіресе толық қалыптасып үлгермеген жастардың санасына, иә. Әрине, блогерлердің жасап жатқан контенті жастарға ғана емес, ересек адамдарға да, үлкен кәрі ата әжелерге де әсер етеді. Оны сіздер TikTok желісіне кірсеңіздер, өте айқын байқайсыздар. Жастар жасап жатқан оларға тіпті кейде жарасымды болатын бір билер, немесе қандай да бір әрекеттерді қайталаймыз деп, үлкен кісілер ата әжелерге ерсі-қылық көрсетіп жатқанын байқаған боларсыздар. Бұл да ақпаратты фильтрсіз қабылдау, ешқандай сүзгіден өткізбей, маған бұл жараса ма, жараспай ма, қолымды бола ма, жасыма лайықты ма, менің қазіргі статусыма лайықты ма деген сияқты ешқандай сүзгіден өткізбей қабылдап алу, бұл бар, яғни біз бұл тенденцияның бар екенін жоққа шығара алмаймыз. Құралай, өте дұрыс айтасыз. Жалпы қазіргі таңда бұл контент жас талғамайтын болып кетті. Ересек адамдар мен балаларға дейінгі неше түрлі контент түрлері бар, өзіміз білеміз. Келесі сұрақ, арзан хайп дегенді қалай түсінесіз? Құралай ханым, айта беріңіз. Арзан хайп деген мәні жоқ, мағынасы жоқ, берері жоқ. Сіздің жеке тұлғаңыздың, жеке брендіңізге қайшы келсе де, сіз тек қана бір сәттік танымалдыққа ие болу үшін қандай да бір әрекеттерге бару, біліп тұрып әдейі бару. Кейде болады, адам білмей хайпқа ілесіп кететін кездері болады. Бірақ көбінесе блогерлер охват жинау үшін, яғни кеңірек қамтым аясына ие болу үшін арнайлап арзан хайп жасайды. Бұл түкке тұрғысыз бір сәттік көңіл көтеретін, таңғалдыратын, эмоция тудыратын контент. Бұл контент ертең сіздің
жеке брендіңізге өте қатты кері әсер етуі мүмкін. Сіз ақымақ адам ретінде, ойсыз адам ретінде немесе жаңағыдай өзінің қауіпсіздігін сақтамайтын адам ретінде, басқалардың қауіпсіздігін ойламайтын адам ретінде өзіңізді танытуыңыз мүмкін. Сол себепті арзан сайтқа бармас бұрын өте қатты ойлану керек. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы осы жердегі студенттер арасында да блогерлер мүмкін отыруы мүмкін, иә, болашақ интернет әлеуметтік желіде жүргізетін, өз блогын жүргізетін, контент жүргізетін. Келесі сұрақ, жастарға контент ұсынуда нендей нәрсе маңызды? Қызықты форма ма, әлде салмақты ой ма? Яғни ойын күлкі ме? Негізі жастарға контент ұсынуда бұл өте үлкен шығармашылықты талап ететін ниша дейміз, бағыт. Жастарға қазір қызықты болатын контент ұсыну оңай емес. Өйткені жастардың контентті сезінуі, оны тұтынуы, қабылдауы біздің деңгейден бөлек. Біз мысалы 30-дан асқан, 30 бен 45-тің 50-дің арасындағы адамдардың контентті қабылдауы, тұтынуы оны мүлдем бөлек болса, жастардың, мысалы жастар деп кімді айтуға болады? Балалардан бастап, жасөспірімдерден бастап, 25 жас, 30 жасқа дейін жастарды айтар болсақ, олардың контентті сезінуі бөлек. Сол себепті оларға контент шығару өте қиын. Қазір тек қана формасын емес, мазмұнын емес, осының барлығын үйлестіре отырып, әрі клиптік ойлануға бейімдеп, яғни өте қысқа етіп түсіну, мәнді мазмұнды етіп түсіну маңызды. Бізде қазір мынадай бір қалыптасқан ой бар. Жастардың барлығы жеңіл контентке құмар, жастардың барлығы жеңіл контент қарайды деген сияқты. Мен осы пікірмен қазір келіспеймін. Керісінше біздің өсіп келе жатқан өскелең ұрпақ жастар контентті өте саналы түрде тұтынады. Өте терең, өте шығармашылық дүниелер жасайды. Және де сондай контентті жастар қабылдайды. Бірақ біз ересектеу буын дейікші, осыны қабылдай алмаймыз. Осы жерде бір мәселе бар. Біздің айтқанымыз дұрыс сияқты, біздің жасағанымыз дұрыс сияқты, біздің баяғыдай ұзақ осылай сөйлегеніміз дұрыс сияқты, сондай контент дұрыс болатын сияқты көрінеді. Бірақ жастар жалт-жұлт еткен кәдімгі қысқа дүниелердің өзінен мән көре алады. Және де үлкен мазмұнды мағынаны қысқа бір сәтке сыйдыра алатын бір ерекше ойлау жүйесімен келе жатыр контентте. Осындай бағыт бар жастарда. Сол себепті мен жастарға арналған контент түсіру бағытын өте күрделі бағыт санаймын бізге. Ол жастардың өздеріне оңай. Көп рахмет. Толықтай келісеміз. Қыздар, сұрақтарыңыз бар ма маманға? Енді Ақерке, мен бір нәрсе қосып кетейінші. Қыздар кімменен сұхбат жасап отырғанын кішкене онша түсінбей отырған шығар деп тағы да астын сызып таныстырып кеткім келіп отыр. Құралай ханым деген Шуақ деген псевдониммен инстаграмда 100 мыңға жуық подписчигі бар. Және инстаграмда ғана емес, өмірде өзінің продюсерлік орталығы бар. Жаңа айтып жатыр, иә? Продюсерлік орталықта жай ғана емес, мықты блогерлер, мықты танымал тұлғаларды даярлап, және солардың парақшасын сауатты жүргізуге көмектесіп жүрген өзінің командасы бар. Үлкен командасы бар ханым. Сондықтан сіздер алдыларыңызға сондай маман келіп отырған кезде сұрақтарыңызды қойып, білгілеріңіз келген нәрсені біліп, Құралай ханыммен жақынырақ танысып алғандарыңыз жөн деп ойлаймын. Оның үстіне бұл кісі жай ғана контент жүргізіп, және продюсерлік орталығын жүргізіп қана қоймай, халықты сауаттандырумен инстаграмда қалай мәтін жазу, мәтіндік қазіргі копирайтинг деген бар ғой қыздар. Сол копирайтерліктің курсын оқытқан, бірнеше мыңдаған шәкірт алдынан шығарған, сертификатталған, білім берген, яғни сертификат беру арқылы білімін шыңдаған талай адамның. Сондықтан сіздер сұрақтарыңыз қойып мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар деген келіп отыр. Ары қарай Ақерке жалғастыра беріңіз. Құралай ханым, жалпы өзіңіз білесіз, қазіргі таңда бұндай тақырыптарға шақыратын блогерлер саны аз. Блогер саны көп болғанмен, дәл осындай өзекті тақырыпқа шақыру аз. Не себепті екенін енді өзіңіз түсініп отырған боларсыз. Жалпы блогерлікті бастар алдында барлығының ниеті дұрыс болады, түзу болады, жақсыны ойлайды, халыққа пайдалы болсам деп ойлайды.
Бірақ осы оқырман саны көбейген сайын адамның блогқа деген, контентке деген ойы өзгеріп кетуі мүмкін бе? Жалпы тікесінен айтқанда жұлдыз ауруына ұшырап жатыр деп айтады ғой. Осындай бір психологиялық күйге ұшырауы мүмкін бе? Бұл енді өте жалпылама сұрақ. Өйткені барлық адамдар бірдей сондай жұлдыз ауруына ұшырайды деп айта алмаймыз. Жекелеген адамдар ұшырауы да мүмкін. Бұл өте жалпылама сұрақ деп ойлаймын. Ол адамның өзінің жеке тұлғасына байланысты, ішкі тірегіне байланысты. Әу бастан өзінің бір мен айтатын дүнием бар, адамның өзінің темір қазығы болу керек. Жеке темір қазық жұлдызың болу керек. Сіз қайда бара жатқаныңызды дәл қазір біліп отыруыңыз керек. Мысалы, кез келген сәтте сіз өзіңіздің қайда бара жатқаныңызды, не үшін бара жатқаныңызды, блог сізге не себепті керек, күнделікті сіз блогқа мән мағынасыз сияқты көрінетін қайырлы таң, мен осындай нәрсе жасап жатырмын деп күнделікті өміріңізді көрсетіп жүрсеңіз, немесе басқа бір профессионалды контент беріп жүрсеңіз, соны не себепті жасап жүрсіз? Егер де сіз жасап жатқан контентіңіздің мақсатын білмесеңіз, онда контент ары қарай жүрмейді. Сізде білетін шығарсыздар, қазір выгорание деген болады. Күю, жанып кету, шаршау. Бұл күнделікті бір нәрсені жасай берген кезде адам шаршайды ғой. Мысалы, қазір декретте отырған келіншектер тұрмыста үй тірлігінен, баладан жаңағы тамақ істеуден, үйдің тірлігінен шаршайды, выгорание болады деп айтып жатады ғой. Сол сияқты контенттерде адамда выгорание болады. Контенттен адам шаршап, жалығып, күйіп кетпес үшін, ары қарай қозғала алмай қалмас үшін өзінің бағытын, мақсатын анықтап қою керек. Егер де сіздің мақсатыңыз нақты болса, сіз қателіктерге көп ұрынбайсыз, жұлдыз ауруына ұшырамайсыз. Және де достар, блогты жүргізу деген өте ауыр жұмыс, жеңіл деп айтпас едім. Сіз жұлдыз ауруына ұшырайтындай жеңіл емес. Сіз қандай да бір деңгейге жету үшін блогта өте көп еңбек етесіз. Сол еңбектің өзі сізді ысылтады кәдімгідей. Бұрын мысалы адамдар қазір кезде көп те емес, көп адам қазір фрилансер болып кетті ғой, жастар өзіне өзі жұмыс істейді, үйде отырып жұмыс істейді, немесе кафеде жұмыс істейді деген сияқты. Яғни біз әлеуметтік тәжірибесі жоқ деп айтамыз. Ал кей жағдайда әлеуметтік тәжірибені осы сіздің өзіңіздің блогыңыз өзіңізге береді. Ол да бар. Сондықтан бірден жұлдыз ауруына ұшырамайды деп айта алмаймын. Құралай ханым, сізден дәл осындай кеңес алу біз үшін үлкен мәртебе. Ендеше келесі сөзді өзіміздің спикер қыздарымызға берсек. Туканова, Альбина. Рахмет, Құралай ханым. Құралай ханым, естіп отырсыз ғой, Естіп тұрмын. Көп рахмет, сізді арнайы осы шарамызға таңдап алғанымызға қуаныштымыз, және бізге дәл осындай ой салғаныңыз үшін көп рахмет. Себебі қазіргі таңда бұндай шараларға таңдап алу, блогерлерді таңдап алу өте қиын. Сіздің айтқан ойларыңыз бізге көмегін тигізерліктей болатын қыздарымызға берсек. Бізге қоятын тағы да сұрақтарыңыз бар ма, студенттерге қоятын? Сіздер блог жүргізесіздер ме деген сұрақ қойғым келеді. Кім блог жүргізіп жүр ағаларыңыздан? Қайырлы күн. Қазіргі таңда жеке өз басым ешқандай блог жүргізіп жүрген жоқпын. Менің бір сұрағым. Құралай ханым, жалпы менде сұрағым бар. Мен қазір өзім иіссу бизнесімен айналысамын. Бірақ бұл салада жалпы қандай да бір тәрбиені, құндылықты, әдемі сөздерді әрдайым қолдана беру қиын. Яғни барлығына жаттанды, бір жаргон сөздерді қосып, орысша сөздерді қосып сөз сөйлейміз. Осы нәрсе қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Менің өзімнің жеке тәжірибем бойынша маған жеке бір өзіңіздің ойыңызды білдірсеңіз. Есіміңіз кім? Жаңабай Ақерке. Ақерке. Өте тамаша мәселе көтердіңіз. Мен негізінде сіздердің филология факультетінің студенттеріне үлкендеріңізді естігеннен кейін осы мәселе көтерілетін шығар деп күткен едім, ойлаған едім. Мен сіздерге осы сұрақты қойғым келген еді. Қазіргі тілдің мәселесі, біздің қазақ тілінің әлеуметтік желіде қолданылу түрі дейікші, типі, қалай өзгеріске ұшырап жатыр. Сіздер осыны бақылайсыздар ма? Бәлкім зерттеп жүрген шығарсыздар.
Менде сіздерден осы туралы сұрағым келген болатын. Қолданасыздар ма? Қолданысқа қалай қарайсыздар ауызекі тілдің әлеуметтік желіде қолданылуына? Енді бұл өте үлкен мәселе, әсіресе филология факультетінің зерттеушілері үшін үлкен мәселе деп ойлаймын. Жеке өз пікірім, жаргондарды қолданбасаңыз да әлеуметтік желіде кейбір сөздерді өзіміздің тілімізге бейімдеуге болады. Мен осы тәжірибені өзім қолданамын. Мысалы, біздің қолданысқа, тұрмыстағы қолданысқа еніп кеткен тапочки деп айтпаймыз, сол үйде біз мысалы тапочки дейміз, домашний тапочки дейміз ғой. Мен тапочки деп қолданамын. Тапочки, таққандай сөздер бар. Купайка деп айтпайды ешкім, купайке деп айтамыз деген сияқты. Осындай бір шайнек, енді шайнек бар ғой бұрын. Дәл қазір еске түспейді, дегенмен осы сияқты бір мен айтамын, шляпасын майыстырып жіберіп қолданатын, онсыз да күнделікті қолданып жүрген. Қазақстанның кез келген түкпіріндегі қазақ түсінетін сөз бар, яғни ол жалпы қолданысқа енген сөздерді мен әлеуметтік желіде қолдануға қарсы емеспін. Өйткені тіл деген өздеріңіз білесіздер, тірі организм, өте қозғалмалы организм, оны заманға лайықтап құрмасақ, біз 19 ғасырдағы, 18 ғасырдағы тіл қолданыспен ары қарай жылжуымыз тіпті мүмкін емес сияқты. Меніңше, біз қазақ тілін одан жойып алмаймыз, тек қана байытамыз, кейбір сөздерді ресми түрде ендіруге болады. Ал әлеуметтік желіге отырып алып қате жазу ол өте басқа мәселе. Ол басқа мәселе. Өзінің жазу тәртібі бар нәрсені қате жазу туралы айтып жатқан жоқпыз бұл жерде. Яғни сіз енді жаргондарды айтпаймын, жаргондарды емес, бірақ иә, жалпы дұрыс айтасыз. Арапхан, бір қысқасы, сіз креативті жасауға, қолдануға тырысыңыз. Креатив әрдайым өтімді болады. Рахмет. Студентімізде сұрақ бар екен. Саламатсыз ба, Ақмалай ханым. Мен осы филология факультетінің 4-ші студенті, есімім Луиза. Сізбен байланысып тұрғанымызға өте. Я все равно буду ходить туда-сюда, уже не буду сидеть. Келесі жаттығу. Келесі жарайды. 5-ші және 6-ші бар. Бір. Сұрағымды жалғастыра берсем, мен қазіргі таңда контент жүргізген кезде, мен курс сатамын өзім, Инстаграм жүргізген кезде, егофтың услугаларын, арыз шешу қазіргі трендте жүрген білесіз ғой, соны сатамын, бірақ Инстаграм жүргізген кезде өзімнің бір ғана аккаунтым бар, отбасылық жағдайымды да, өзімнің өмірімді де барлығын сол жерге саламын, бірақ курстың жарнамалары да барлығы қоса жүреді. Ол қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы мен әлемді ақ-қара деп бөлуге қатысымын. Дұрыс емес деп бөлуге қатысымын. Егер де сіз осы жол сізге ыңғайлы болса, комфортно болса, қытайша комфортно деген шуху деп айтады екен, қазір мен қытай тілін оқып жатырмын, керемет ұнайды да, адам өзінің комфортын таңдау керек. Сізге қазір солай ыңғайлы болса, қолыңыздан келіп тұрса, жүргізе беріңіз. Адам бір ғана мамандық емес, пәлен мамандық иесі болуы мүмкін өмірде. Бір ғана отбасы ғана емес, жұмысы да бар, басқа да орталары бар болуы мүмкін. Яғни біз сан қырлымыз ғой. Мен тек қана осы егофты сататын адаммын, егофты ғана көрсетемін деп бүйтіп бір коридормен ғана жүру, ол бәлкім қызықсыз да болатын шығар. Әрине, профессионалды аккаунт ретінде жүрсеңіз, тек қана егофтпен жүресіз, ал егер де жалпы тұлға ретінде өзіңізді көрсеттіңіз десе, барлық қырыңызды көрсете беруге болады. Мына нәрсені ойлаңыз, егер ертең сіз осы аккаунтпен өмір бақи егофты сатпауыңыз мүмкін. Ертең сіз басқа нәрсе сатуыңыз мүмкін, басқа деңгейге өтпексіз, басқа бизнес ашасыз, мектеп ашасыз, білмеймін. Сол кезде де сіздің баяғы егофтан бері келе жатқан оқырманыңыз сізбен бірге жүреді, сіздің клиенттеріңіз болады, яғни сізбен бірге өседі, сіздің ортаңыз болады. Ол да жақсы. Сондықтан сізге қалай ыңғайлы солай жасаңыздар, шектелмеңіздер. Дұрыс емес деп шектелмеңіздер. Рахмет. Ханым, айтып жатырмыз ғой, ортамызда студенттер бар екен, осы контентке, блогерлікке жақын студенттер бар екен. Осы салада дұрыс бағыт, бағдар беруге, дұрыс жол көрсетуге жалпы өзіңізде бір арнайы сабақтар бар ма? Курстар деп жатады ғой әлеуметтік желіде. Енді мен 10 жыл саттым ғой ондай курстарды, 10 жыл өткіздім, тегінде өткіздім, саттым да, үйреттім де, ондайлар бар, иә. Бірақ дәл қазір мен оны белсенді түрде бұндай курстар сатумен айналысып жатқан жоқпын. Дегенмен үйренем деген адам болса, мен тегінде үйретуге дайынмын.
Үйренем деген адам қазір жоқ негізінде өзі шынын айтқанда. Иә, әрине. Аха. Топ құрыңыздар, үйренем десеңіздер, мен сіздерге үйретуге, көрсетуге, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Бір сұрағыңыз бар? Қайырлы күн, Құралай ханым. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Менің есімім Ұлдай, 4-ші курс филология мамандығының студентімін. Жалпы сізге сұрақ, блогерлердің гиф конкурс ойнатып, бағалы қымбат сыйлық таратуына қалай қарайсыз? Қаншалықты дұрыс? Тағы айтамын, дұрыс емес деп көрінбейді. Бұл сұраныстан туатын нәрсе, халықта сұраныс бар, соған жаңағы тобыр болып жүгіріп бірдеңе ұтып алатын шығармын, 10 мың, 20 мың, 100 мың адамның арасында мен ұтып алатын шығармын деп ойлайтын адамдар әрдайым болады, және ондайлар көпшілік. Ол блогерлердің бұл бір стратегиясы, оқырман көбейтудің жолы. Бірақ мен өзім продюсерлік етіп жүрген проекттерімде ешқашан гиф өткізбеймін. Себебі оның зияны да, аккаунтқа зияны өте көп. Мысалы, 10 мың адам сыйлық үшін келеді, ертең конкурсын өткеннен кейін оның 5 мыңы, кемі 5 мыңы қайтадан отписка жасаған кезде аккаунттың статистикасына ол өте қатты зиян келтіреді. Оны қайтадан қалпына келтіру, реанимация жасау деген өте үлкен еңбек болады. Сол себепті ол екі жақты мәселе. Мәселе өткізуде емес, соған қатысам деп барып, үміттеніп баратын адамдарды ойлаймын. Сонымен сондай адамдардың көптігі шындықта. Бірден ұтып алатын шығармын деп, аналитикадан нагифқа қатысып келе беретіндер көп. Рахмет. Қазіргі таңда сіз Қытай мемлекетінен қосылып отырсыз, иә? Иә, Гуанчжоу қаласынан. Осы Қытай тілін үйренуге құлшынысы бар студенттерімізге қандай да бір өзіңіздің бір ойыңызды айтып кетесіз бе? Мысалға, біздің мамандықта түрік тілі деген секілді біздің бірлескен ұлттармен қарым-қатынас жасаймыз. Түрік тіл деген секілді тілдерді білу бізге маңызды болып саналады. Ал Қытай тілін үйрену қаншалықты қиын және оңай? Үйреніп жүрген үйренушілер болса, немесе ағылшын тілін үйреніп жүрген үйренушілер болса, айтарым, сіздер ең оңай тілдерді үйреніп жатырсыздар, тек қана жаттауды қажет ететін тілдерді үйреніп жатырсыздар, осы мүмкіндікті пайдаланып, сол тілді күнделікті оқып үйреніп алыңыздар болды. Қытай тілін үйрену қиын екен, мен ойлағаннан күрделірек болып жатыр. Бұл жерде өзінің тілдің ерекшелігіне байланысты иероглифті жаттау аз, ол әртүрлі формалар ене береді, қасына басқа кілттері өзгерген кезде басқа мағына береді. Бір жерде бастауыш болып тұрса, екінші жерде баяндауыш, тағы бір жерде толықтауыш болып тұрады, бір сөздің өзі деген сияқты. Одан кейін бір сөздің өзі, бір оқылу, бір дыбысталу, мысалы, ди деп айтса, ол дидің өзі, мысалы, білмеймін, 10, 20, 30, 40 түрлі мағына беруі мүмкін. Жерде кездескенге байланысты деген күрделілігі өте көп екен, оңай емес. Дегенмен қызықты. Көп рахмет. Оқыңыздар. Сіздерге мына нәрсені сұрағым келген еді, біздің тақырыбымызға қайтадан оралар болсақ, қазір тренд пе әлде құндылық па деген тақырып болды ғой, сіздер үшін трендтер заманауи, сәнге шыға қалатын бір күндік, 2 күндік, бір апталық тренд контенттер қандай құндылықтарды бұзуы мүмкін, қандай құндылықтарды жақсартуы мүмкін, немесе қалай әсер етуі мүмкін. Жалпы құндылық дегенді сіздер қалай түсінесіздер маған? Осы сіздердің пікірлеріңіз өте қызық, мүмкін болса жауап берсеңіздер. Жалпы қазір TikTok желісінде көп қой, 10 секундтық, 5 секундтық видеолар, қыздардың билеп түсіретін видеолары, иә. Бұл нәрселерді өз басым құндылыққа жатқыза алмаймын. Құндылық дегеніміз дәл осы, мысалға жаңа айтып кеткеніміздей, тіл үйрену деген сияқты белгілі бір нәрсені үйрету, сабақтар, курстар деп өзім санаймын. Ал жаңағыдай қысқа бейнероликтер мен үшін құндылыққа жата алмайды. Енді жаңа блог кімге бар деген, блог жүргізесіздер ме деген сұрақ болған еді ғой, мен сіздерге енді бір сұралмаған кеңес болсын, блог жүргізуге кеңес берер едім.
қандай болса да оқырман бар жоқ деп қарамаңыздар. Мәселе мүлдем оқырманда емес. Блог жүргізу бұл керемет дағды, адамның ойлау механизмін өзгертетін, контентті көре білу, контентті құрастыра білу, ойлау жүйесін өзгертетін бұл бір дағды. Мысалы, сіздер мұғалім болу дағдысын үйрендіңіздер, біреу биші болу дағдысын үйренеді ғой, сол сияқты біз контент мейкер болу дағдысын блог жүргізу арқылы үйренеміз. Блог деген адамға тегін сынақ алаңы деуге болады. Сізге өзі кеңсе, өзі табыс та болуы мүмкін, сондай үлкен мектеп болады. Сол себепті тоқтатпай блогтарыңызды жүргізе беріңіздер. Қалай істесем дұрыс деген сұрақтан бастамаңыздар. Тоқтамау керек. Күнделікті бір контент салып тұруыңыз керек. Бүгін не салам деген сұрақтан бастаңыздар. Бүгін не салам деген сұрақтан өзі, не жазамын, не ұсынам көпшілікке. Сіз өзіңізден контент шығару үшін сізге бір нәрсе кіру керек болады. Сол кезде адамда ізденіс басталады. Яғни сіз жүріп алып сайрай бере алмайсыз блогта. Қанша салам деп ойлап жүрген, мысалы бір туған күніңіздің суреттерін салып тастадыңыз, болды, таусылдыңыз ғой сол жерде. Ал ары қарай ше деген сұрақ келеді сол кезде, сізде ізденіс болады. Жаңа дүние іздейсіз, жаңа әсер, эмоция, жаңа білім, ақпарат іздей бастайсыз. Соны өзіңізше қорытып шығаруға тырыса бастайсыз. Яғни бұл адамды өсіруге әкеледі. Сол себепті мен блог тұлғалық дамудың құралы деп есептеймін. Сіздер ертең қандай қызметке барсаңыздар да, уже 4-ші курс екен, сіздер қазір мысалы мұғалім болсаңыздар да, ғалым болсаңыздар да, басқа салаға барсаңыздар да, сіздерге тұлғалық даму қатар жүру қажет болады ғой. Сол кезде сіздерге осы блог жүргізіп жүрген дағдыларыңыз өте қатты көмектеседі. Блог жүргізсем болды, бірден блогер болуым керек, бірден біреулер жаңағы блогер болып кеттім ба деп күледі, немесе бірден табыс табуым керек деген сияқты дүниенің бәрін алып тастаңыздар. Жай ғана блог менің күнделігім, блог менің өсіп алаңым, мені дамытатын құрал деген сияқты позиционированиесін өзгертіңіздер, блогтың миларыңыздан сөйтіп өздеріңіз үшін жүргізе бастаңыздар. Бұл өте біраз уақыттан кейін өздеріңізге риза боласыздар блог бастағандарыңыз үшін. Толықтай келісеміз. Көп рахмет. Жалпы біздің де бүгінгі тақырып дәл осы сіздің айтып отырған ойларыңызға сай. Яғни жаңағы айтып кеткенімізде қысқа метраждық видеолар емес, сіз секілді махаббат, даму, отбасы деген сияқты құндылықтарды дәріптеу болып саналатын. Көп рахмет алтын уақытыңызды қиып бізбен бірге желіге шыққаныңыз үшін және желіде қалуыңызды сұраймын. Қазір бізде студенттерімізде сұрақтар туындап қалып жатырса, сіздің ойыңыз маңызды. Келесі бізде спикер Туканова Альбина Нұрдәулетқызына берсек. Жалпы бүгінгі таңда біз үшін ең маңызды ақпараттардың бірі ол контент болып табылады. Себебі біз күнделікті өмірімізде өзіміздің қолымызда ұстайтын ұялы телефонымыз арқылы кемінде 8 немесе 11 сағат аралығындағы уақыт өткіземіз. Сол аралықта жас кішкентай балапандармен ең қарт жас адамдарға дейінгі аралық осы телефонның аймағында өтеді. Телефон бізге не үйретіп жатыр дегенде контент пен блог ең алғаш еске түседі. Контенттің барысында маңызды нәрсе ол қазақ тіліндегі қате жазулар. Яғни контент ол цифрлық ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары болғанымен де оны арасында сұрыптап алғанымыз жөн. Ең бірінші біздегі ақпараттардың негізінде ол әдейі күнделікті қолданыстағы сөздерді қате жазу. Яғни жастар арасында не істеп жатсың деген сөзі не істеп, солай қысқартып сөйлеу, немесе інің орнына иді қолдану, болмаса мен универге бара жатырмын деген орнына мен универге баратырмын, ауырып атырмын, яғни сөзді толыққанды жүйелі жеткізбейді. Екіншіден ол бізде қазіргі таңда қате жазуды трендке айналдыру барысы өтіп жатыр. Себебі қазақ тілінде біз орынсыз яғни сөздерді қолдансақ, және де оны біз қателіктер жіберу барысында орынды деп қабылдаймыз. Ал орыс тіліндегі сөздердің арасында бір әріптен немесе екі әріптен қате кететін болса, ол орынсыз болып қоғам арасында қалыптасып жатқаны белгілі. Яғни оны біз мынандай мысалдар арқылы бере аламыз. Яғни орыс тіліндегі сөйлемдер барысында сыны издің орнына қолданылған кезде орыс тілді адамдар шамданып шығады. Ты что, в школе не училась, почему ты так ошибаешься деген сияқты сөздер қолданылады. Үшіншіден бізде қазіргі таңда пайдалы контенттерде бар екені жасырын емес. Яғни қазақ тілінде байланысты немесе
қазақ тілін үйренуге байланысты контенттер немесе видеороликтер шығу барысында халық астына мен филолог емеспін, маған бұл қажет емес деген сияқты пікірлер білдіреді, немесе түсінбей жатырмын деген түсінбей жатырмын, яғни ц қолданады, түсінбедім дегеннің орнына. Яғни бұл жерде біз нені байқай аламыз? Қазіргі таңда қазақ тілінің деңгейін біз жастар көтермесек, ол болашақта өзінің құндылығын, мәнін жоғалтып алатындығы белгілі. Қазақ тілі біздің барымыз да нарымыз. Рабиға Сыздық белгілі тілтанушы ғалым былай айтады: тілі бұзылған ұлт, мәдениеті бұзылған ұлт. Сол себепті қазіргі таңда әрбір жас, әрбір бала тәрбиелеп отырған, және де біз де болашақта мектеп немесе тіл маманы ретінде әрбір баланы ерте жастайынан осы қоғамға тілді дәріптеуге, тілді құрметтеуге үйретсек, бұндай қателіктердің болмайтынына мен кепіл беремін. Бұл мәселеге қатысты айтарым, бұл енді сіздердің мойындарыңыздағы жүк, сіздерге артылатын тапсырма. Филологтар, тек филологтар емес, мұғалімдер көбінесе мектептен басталу керек деп ойлаймын, сауаттылық мәселесі. Мысалы, менің қатты күйіндіретін дүние, күйеу деген сөзді жаза алмайтын келіншектердің саны өте көп. Күйеу деген, кәдімгі күйеу мұш деген сөздің өзі қанша түрлі вариантта жазып көрсеңіздер, әлеуметтік желіде көзіне қанығадан алып қана қателерді көрген кезде. Осы сөз күйеу деген сөз қазіргі таңда актуалды тема болып жатыр ғой. Иә. Енді бұдан басқа да сөздер бар. Мысалы, я деген сөздің өзі екі әріптік, бес әріптік сөзді айтып жатқандарыңыз, екі әріптік сөзді дұрыс жаза алмай жүрміз ғой деп айтып жатыр. Я деген сөздің өзін дұрыс жазбайды дегендей. Бұның барлығы мектептегі сауаттылықтан басталады. Мектептегі сауаттылықтың бір кездерде бәлкім ойсырап қалған кезі болған шығар, қиын замандар болды. Бізде бір кездерде техничка болып жүрген апайлар, еден жуушы апайлар, аяқ астынан курс өткен деген сияқты сондай кезең, сол кезде біздің сауаттылығымыз ақсап қалған шығар. Енді заман түзелді, сол сауаттылықты мектептегі білімді қалпына келтіретін буын өсіп келе жатыр деп ойлаймын, ары қарай түзелетін шығар. Дегенмен тағы бір нәрсе бар, тілге ендіруге болатын, өзгертуге болатын, еліп кеткен, болатын емес, сізден сұрамай-ақ халық өзі ендіріп жіберген кейбір сөздер бар, оларды нормаландыру керек. Нормаландырып, сөздіктерге ендіріп, оқулықтарға ендіріп, олардың жазылу тәртібін, емлесін қалыптастырып, мына осылай жазғанда дұрыс деген сияқты нормаға айналдырып беруден басқа шара жоқ сөздер бар, әбден кеткен. Ал жаңағыдай бір сөзді пәлен түрлі нұсқада жазу деген әрине өте үлкен сауатсыздық. Енді бұл жерде біз жастарға сенеміз деген басқа амал жоқ бізде. Рахмет, өте дұрыс айтасыз. Келесі сөз кезегін Саухан Луизаға берсек. Құралай ханым, сіздің жаңағы сөзіңізге бір пікірімді қосып кетсем, қарсы пікірі сіз айтып жатырсыз ғой, күйеу деген сөздің осындай қателігі актуалды тақырып болып жатыр деп. Мен олай ойламаймын, себебі ол күйеу деген сөзді блогерлердің жазуы ол сауатсыздығынан емес. Мысалы, бір блогер күйеу деп қате жазып қойса, ол жерге пікір, комментарий дейміз ғой, комментарий жазады. Күйеу деп жазылмайды, күйеу болып дұрыс жазылады деп, дұрыс варианттарын, өздерінің дұрыс нұсқаларын комментарийда қарастырады. Олар көп қаралым, көп комментарий жинау үшін солай қателік жіберіп жазады. Олардың сауатсыздығынан емес деп ойлаймын. Жоқ, біз бұл жерде блогерлардың сауатсыздығы емес, мәселемен комментарийлердегі қателер туралы айтқан едім. Жаңағы әлеуметтік желіде өте үлкен қамту аясын алатын тақырыптар бар. Мысалы, ол нишаларға бөлінеді. Мәселен, денсаулық тақырыбына қатысты парақшаларда үнемі үлкен қамту аясына ие болатын, көп қаралым жинайтын тақырыптар, мысалы, құйрық май деген тақырып әрдайым денсаулық тақырыптарында актуал болады. Не болмаса, жаңағы сұйық майды қору керек па керек емес па деген сияқты біз біліп алған, ақпаратымыз түсіп бара жатса, ана тақырыпты берейік деген тақырыптар болады. Бұл маркетингтің өзінің сондай жаңағы қитұрқылары деуге болады. Әрине, ол жерде қате жазбаймыз, дегенмен сол жерде бірден халық ана тақырыпқа қайтадан пікір жазғысы келіп кетеді. Сол сияқты тақырыптар болады. Күйеу дегенде сондай тақырыптардың бірі. Бұл жерде сол сияқты тақырыптың бірі перзентханадағы хикая деген бар. Қыздар перзентханалары хикаяларыңды жазыңдар десең болды, пікір толап сол жерде, ана күйеу дегеннің 100 вариантын көресіз. Мен күйеуім өйтіп айтқанда, мен күйеуім бүйтіп айтқанда, сол кезде
Ал блогерлардың әдейі қате жазу деген ол бар, иә, бұрын да қолданылатын бұл тәсіл, бірақ соншалықты көп деп айтпас едім. Көбінесе блогерлар арнайлап қате жазбайды, өздерінің сауатсыздығынан қате жазады, шынын айтқанда. Кейін әдейі жазып едім деп айта салуы мүмкін. Көп жағдайда солай. Жақсы, рахмет. Келесі мен өзімнің сөзіме келер болсам, осы контент пен құндылық конференцияда дайындап келген статистикалық көрсеткіштерін жинақтадым. Мендегі тақырып жастардың блогерлерді фильтрсіз қарау, яғни қандай блогерді қарау керек, кім не қарап жатыр, оның қаншалықты пайдасы бар деген тақырыпта зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Қазіргі таңда лақтырсаң блогерлерге тиетін заман. Біреу өмірін, біреу көңілін, ал біреулер болса шынайы парасаты мен ақылын көрсетеді. Я, қазір интернет дамыған заманда контент қуалаған жастар өте көп. Әртүрлі контент сүретіндерден бізге қандай пайда, немесе санамызға сай келер, өзіндік ой салар, ақыл алар қандай жағы бар. Көп жағдайда біз көңіл көтерер, уақыт өткізер контенттерді қараймыз. Бұл жағдайда бізге көбінесе жолығатын блогерлердің өмірі, қандай да бір бағыттағы видеолары, өзінің қызықты сәттері, пранктары деген сияқты дүниелерді көп қараймыз. Мысал келтірер болсақ, ННН лақабатымен танымал Нұрдәулет, Бектас, Қайсар, Хамза, Арман Юсупов, Сабира Жарас қызы тағы да сол сияқты контент қолданушылардың әртүрлі видеоларын интернет желісінде қызығып қарап уақыт өткізетініміз өтірік емес. Бірақ ол бізге пайдалы ма? Енді маңызды сұрақтарға келер болсақ, статистика бойынша топ 10 блогерге келер болсақ, Арген, Анзар Гасаев, Софи Манасян, Мона, Даулеттен, Динара Рахимбаева, Нұрлан Сабуров, Бексұлтан Қазбек. Осы топ 10 блогерді, яғни үздік 10 блогерді жастар үздіксіз қарайды. Бұлардың видеолары интернет желісіне салынған сәттен бір күнде 1 миллион қаралымға дейін жинай алады. Енді кезекте Қазақстандағы 3 үздік пайдалы блогерге келер болсақ, яғни жастарға осыны көруге ұсынамыз. Бірінші бізде Дәулет Мұқаев. Дәулеттен Инстаграмда 7 миллион 600 мың оқырманы бар. Жүргізетін бағыты қаржылық сауаттылық, әлеуметтік жобалар, ақшаны дұрыс басқару, ипотека, инвестиция, бюджет. Сонымен қатар еліміздегі әлеуметтік мәселелер мен қайырымдылық жобалары жайлы видеоларды түсіреді. Екінші Бейбіт Әлібеков, Әлібеков KZ. Инстаграмда 1 миллион 600 мың оқырманы бар. Бағыты психология, өзін-өзі дамыту, мотивация, адамның менталды денсаулығы, өз-өзіңе деген сенімділік. Үшінші топ 3 блогер Марғұлан Сейсенбай. Инстаграмда 2 миллион 100 мың оқырманы бар. Қоғам белсендісі экологияға, ішкі туризмге, патриотизмге назар аударатын контент жасайды. Оның идеялары жастар арасында мағыналы өмір мен әлеуметтік жауапкершілікті қалыптастыруға үлес қосады. Бұл жерде біздегі ең басты сұрақ, не себепті фильтрсіз қарайды? Психологиялық факторлар әсер етеді біріншіден. Мысалы, жастар, әсіресе 12-20 жас аралығындағы жастар когнитивті даму кезеңінде және сыни ойлауы әлі толық қалыптаспаған болады. Олар блогерді көбінесе ұстаз немесе үлгі тұтатын тұлға деп қабылдайды, сөйтіп айтылған әр сөзді сын қатерсіз қабылдайтын болады. Екінші, аудиторияның эмоциялық байланысы. Танымал блогерлермен жасалған эмоционалды байланыс, лайк, пікір, жеке оқиғалар сенімділік сезімін арттырады. Жастар көбіне ол бәрін білет деген қате ойда еріксіз жүреді. Үшіншіден, ақпараттың көптігі және тез таралуы. Бұл өте өзекті мәселе, себебі жастар қазір ақпараттың тез таралуынан тіпті жаңағы сұрақтарды, көрсетіліп жатқан видеоларды сараптамайды, тез қабылдайды, тез жібереді. TikTok, Instagram, YouTube сияқты платформаларда контент өте жылдам тұтынылады. Жастар уақыт қысқа болғандықтан ақпаратты толығымен тексермей бірден қабылдайды. Бұның салдары не нәрсеге әкеліп соғады? Біріншіден, дұрыс емес құндылықты қабылдау. Арзан хайп, моральдық тұрғыдан күмәнді контент жастарға қате үлгі береді. Мысалы, ақпаратты тек көңіл көтеру үшін пайдалану, немесе материалдық нәрсеге ұмтылу, осы идеяларды қалыптастыру мүмкін. Екіншіден, психологиялық тәуелділікке алып келеді. Танымал блогерге деген тәуелділік өз пікірін қалыптастыруға қабілетін төмендетеді. Жастар блогердің шешіміне арқа сүйеп, жеке таңдау жасауды ұмыта бастайды. Блогер не айтса соған сеніп, соның пікірімен, ең болмағанда 50-60% пікірімен келседі. Үшіншіден, қоғамдық әсер, фильтрсіз қабылданған ақпарат қоғамда дезинформация, жалған трендтер мен этникалық әлеуметтік түсініспеушіліктерді тудыруы мүмкін.
Енді бұның шешімін қалай деп білеміз? Біріншіден, сын тұрғысынан ойлауды дамыту. Мектепте және университетте медиа сауаттылық сабақтарын қосу керек. Ақпаратты қалай тексеру керек, блогер сөзін қалай бағалау керек. Екіншіден, құндылықты контентті насихаттау. Блогерлер өз аудиториясына себеп салдарын түсіндіретін мазмұн ұсыну керек. Мысалы, мотивациялық білім беретін этикалық контент. Екінші, ата-ана және тәрбиешілердің рөлі. Бұл қоғамда маңызды өзекті мәселе. Өйткені қазіргі ата-аналар тек қана тәрбиешіге жабады, болмаса мұғалімдерге жабады, қандай да бір дүние болса мектептен көреді. Сол сияқты бір-біріне сілтеу көп жағдайда орын алады. Бұның бастысы жастардың онлайн әрекетін бақылап, медиа сауаттылықты қалыптастыру керек. Екіншіден, бұл ақпарат шын ба деген сұрақ қоюға баланы үйрету керек. Жеке тәжірибемен пікір қалыптастыруға үйрету керек. Әлеуметтік желілерде әрдайым пікірталасқа қатысуға, ой бөлісуге, ақпаратты салыстыруға мүмкіндік беруіміз керек. Қорытындылай келсек, жастар блогерлерді фильтрсіз қарайды. Себебі эмоционалды байланыс, когнитивті даму ерекшеліктері және ақпараттық ағымы олардың сыни қабылдауын тежеп тастайды. Бұл жағдай құндылықтар мен тәрбиеге, медиа сауаттылыққа және отбасының бақылауына тікелей байланысты. Рахмет. Тамаша. Рахмет, өте дұрыс бақылау жасағансыз деп ойлаймын. Енді қандай пайда, бізге сондай контентті көруден қандай пайда деп жатырсыз? Егер де біз барлығымыз пайдалы дүние ғана жасайтын болсақ, онда баяғыда бір басқа деңгейде, өте жоғары деңгейде дамып кететін едік. Пайдалы дүние ғана жасауға біздің сана сезіміміз, саналық деңгейіміз жетпейді өкінішке қарай. Ол біз қазір осы деңгейден, осы процесстен, үдерістен өтуіміз керек. Пайдалы, не пайдасыз екенін түсінгенде дейін бізге әлі біраз уақыт бар деп ойлаймын. Дегенмен біз пайдалы дүниені түсіну үшін пайдасын көруге мәжбүрміз. Бұның барлығы әлеуметтік бір процестер. Яғни біз баспалдақ пен эволюциялық жолмен осылай дамып келе жатырмыз. Басқаша, мысалы, бірінші баспалдақта тұрып, 10-шы баспалдақта бірден секіру мүмкін емес. Бәрібір сол ортадағы баспалдақтарды өтеміз, көреміз, пайдасызын да, уақытымыз шығын болуды да, жаңағы эмоционалдық тәуелділік бәрін көріп барып адам өзін табады деп ойлаймын. Бұл енді бір адамның, жекелеген адамның мәселесі емес, бұл жалпы қоғамның мәселесі. Қазір жастар ғана тәуелді болып қалады деген сөз емес, үлкен кісілер көбінесе тәуелді болады блогерлардың пікіріне. Ол да бар. Содан кейін мына жерде айтқым келетіні деңгей, саналылық деңгейдегі шешім қандай дегенде өте жақсы ұсыныстар тастап жатырсыз. Шешім мемлекеттік деңгейде регуляция жасалу керек, ата-ана үйде баланың ішкі тірегін қалыптастырумен айналысу керек, мұғалімдер, психологтар, балабақша тәрбиешілер барлығы қосылып жастардың дұрыс қалыптасуына көмектесу керек. Бірақ сіз қазір шығып дұрыс жолды мен таптым, бәрін осылай жасаңдар десеңіз, ешкім жасай қалғалы тұрған жоқ. Бұл мәселелерді біздің жоғары деңгейдегі үлкен аудиториясы бар, ықпалы бар, беделі бар дегендей адамдарда айтып жүр, бірақ қол жеткізе алмай жатыр. Бұндай жағдайда өз басым не істеймін? Мен дәл қазір қалай әсер ете аламын? Мен қазір жігіт барып мемлекетке мынаны өсіп заңдық тұрғыда былай мынаны айтпа деп блогерлерге айтамын ғой, орындай да алмайтынын ешкім білесіздер. Онда не істейміз? Өзімнен бастаймын. Мен өзімнен бастаймын. Мен өзім дұрыс сөйлеймін. Кішкентай аудитория бар, мынандай ғана. Сол аудиторияма дұрыс нәрсе айтамын. Ішінде 2-3 балам бар, үйден жүрген, сол 2-3 түйір балама дұрыс нәрсе айтуға тырысамын. Жалғыз күйеуім бар, сол жалғыз күйеуіме дұрыс әңгіме айтуға тырысамын. Жан-жағымда 4-5 құрбым бар, сол құрбыларыма дұрыс нәрсе айтайық, дұрыс нәрсе талқылайық, анау өсек аяңды айта бермейік ана жақтағы. Одан бізге не пайда деген сияқты. Адам өзінен бастау керек, айналасынан. Және де блог жүргізу арқылы одан да кеңірек аудиторияға әсер ету мүмкіндігіміз бар, айналамыздан бөлек екінші слойға әсер ету мүмкіндігіміз бар. Осы жерде егер де сіздер тілге жанашырлар отырсаңыздар, осы әлеуметтік мәселелерге, құндылықтарға, экологияға жанашыр жандар отырсаңыздар, өздеріңізден бастауға кеңес берер едім. Бір-біріңізге, туыстарыңызға, әріптес-інілеріңізге, аудиторияға, кішкентай болса да қалыптасатын немізде аккаунтыңыздағы оқырмандарыңызға әсер ету арқылы бір нәрсе өзгерте аласыздар. Бізде өте үлкен бір проблема деп айтуға болады, өзімізді құтырғысыз сеземіз. Жалпы өзі қазақтарда бұрыннан сондай бар, біздің
өзімізді бағалауымыз, басқалар бізге қандай көзқарас жасайды сол арқылы қалыптасқан көбінесе бала кезден, және де өзімізді түкке тұрғысыз сезіну көп адамда бар. Ой, менің айтқанымды кім естиді дейсің деп, мен де қазір айтып отырмын ғой. Ой, менің айтқаным кімге дәрі болады дейсің, жасамай ма оны басқа біреу деп, жасайтын шығар деп күтіп жүреміз ғой. Осы нәрседен арылу керек. Әлеуметтік жауапкершілік деген осы. Айтпаңыз, анау үйтсін, мынау бүйтсін, неге соны солай істемейді демейміз. Шығамыз да өзіміз айтамыз. Кім естіп жатыр мен демейміз. Ақырын тамшы тасты жарат деген осы. Күнде айта бересіз, күнде дұрыс әрекет жасайды, күнде таңертең ерте тұрып жүгіріңізші, бір жылдан кейін денсаулығыңыз, фигураңыз қандай болады екенін көресіз, иә? Дәл сол сияқты мәселе бұл жерде де. Әркім өз басынан бастау керек, өзінің айналасына әсер етуден бастау керек деп ойлаймын. Осы мәселенің шешімі сол. Жақсы контент, пайдалы контент, өтімді контентті жасаудан бастау керек. Осы жерде мысалы 10 шақты адам отырса, 10 блог, уже 10 блог пайда болса, осындай өте үлкен өзгеріс болады блог әлемінде. Міндетті түрде өте үлкен көп оқырман болған кезде, бірақ контент жүргіземін деп ойламаңыздар. Сол өзімізден бастайық. Иә, әр адам өзі үшін жауапкершілікті ала білу керек. Иә, осыны айтар едім, осыны үнемі ойда ұстау керек. Содан кейін жалпы мұғалімдер, зерттеушілер, ғалымдар деген мамандар әсіресе контент жүргізу керек. Бір сауаты бар адамдар контент жүргізу керек. Сауатсыз адамдар контент жүргізіп кеткеннен кейін осындай мәселелерге біз ұшырап отырмыз. Иә, рахмет. Біздің ортамызда арнайы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінен студенттерімізге арнайы шақырылған профессор психолог Бейсенова Жұпаркүл Жұмабайқызын шақырып отырмыз. Орныңыздан тұрып қойсаңыз. Келгеніңізге көп рахмет. Қош келдіңіз бүгінгі шарамызға. Сіздің пікіріңіз, сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Себебі қазіргі таңда психологтарға жүгінгісі келетін адам қанша жаста болса да, қандай деңгейде болса да өте көп. Сізге бірнеше сұрақтарымыз бар. Жалпы бүгінгі жастар контентті қалай қабылдайды? Олардың құндылықтарына қалай әсер етеді деген ойымыз бар. Яғни мысалға айтып жатырмыз ғой, жаңа контенттерде блогерлердің арасында бір видеоны, бір бейнероликті өткізу мақсатында адамдардың бойына тию деген тақырып бар. Яғни адамдардың жанды жеріне тию. Мысалға сізге бір затты алғызу үшін, сізге бір затты тұтыну үшін сіздің ауыр жанды жеріңізге тию деген сияқты. Осы нәрсе адамдардың психологиясына, халықтың психологиясына қалай әсер етеді? Жалпы мен осындай Апай, микрофонға сөйлесеңіз бар. естілмей жатыр ма? Мен даусым естілетін сияқты. Ал қайырлы күн, құрметті осы іс-шараны ұйымдастырушылар және қадірменді біздің студенттеріміз, құрметті қонақтар. Жалпы сіздердің бүгінгі әр адамның, осы біздің қоғамда өмір сүріп жатқан әрбір адамның көкейінде жүрген ерекше мәселе деп ойлаймын. Және де осындай әдемі жерде, қасиетті қара шаңырағымызда ең бірінші кезекте мен мынандай нәрсені айтқым келеді. Сіздерменен осы тақырыпты талдау үшін келіп отырғанымызға мен өте қуаныштымын. Себебі мына бір керемет аңыз бар ғой. Сіздер барлықтарыңызға өте таныс. Жаңағы ұстазына шәкірті келіп үнемі жаңағы оның сондай бір ерекше білгірлігін, біліктілігін, оның нағыз ұстаз екеніне әйтеуір бір жаңағы өзімнің бір кереғар әрекетімді көрсетемін деген жаңағы шәкірті бір күні келіп, көбелекті ұстап алады да, білесіздер ғой, яғни алақанына салып келіп, не дейді? Қалай ойлайсыз? Менің қолымдағы көбелек тірі ме? Әлі өліп қалған ба деп сұрайды. Сол сияқты сол кезде ұстазы не дейді?
ол сіздің қолыңызда дейді шәкіртінде. Иә? Мен не үшін бұл аңызды айтып жатырмын? Себебі жаңа Құралай ханым да айтып жатыр. Әрбір мәселенің өзінің түп төркініне кішкене көңіл аударатын болсақ, көз жіберетін болсақ, нағыз осы мәселені көтеретін және біздің контенттердің біздің құндылығымызға жаңағы әсер ететінін, ол үлкен тәрбие құралы екенін ел арасында, адамдар арасында насихаттайтын мына сіздер. Сондықтан бұл мәселенің жаңағы оңды шешілуі сіздердің қолдарыңызда дегім келеді, және сол жолдағы бір процесс ретінде мен өте қуанып отырмын. Енді жаңа сіздің сұрағыңызға айтайын. Жалпы сіздердің талдап отырған тақырыптарыңыз контент, ол тренд па, құндылық па деп айтып жатырсыздар да. Мен жаңа Құралай ханым сіздерге құндылық туралы сұрақ қойған кезде барлықтарыңыз үндемей отырсыздар. Контент деген ол біздің күнделікті өміріміз ғой, көріп отырған, естіп отырған, тыңдап отырған, иә? Барлығы біздің жаңағы осы контенттеріміз. Өкінішке орай, оны өте жақсы біліп отырсыздар да, бірақ құндылық деген ноқта барлықтарыңыз төмен, бастарыңызды төмен салып отырсыз. Бірақ неге айтпайсыздар, иә? Құндылық ол біздің өміріміздегі ең маңызды принциптеріміз. Мысалға, менің отбасым, иә? Менің ұлтжандылығым, менің білімім, менің құндылығым, менің тәрбием, менің құндылығым, менің қоршаған ортадағы адамдар, иә, мен үшін ең құнды нәрселер. Сіздер барлықтарыңыз біліп отырсыздар, бірақ оны осындай жерде сіздер былай жарқырап тұрып көрсетпейсіздер ма өздеріңіз құндылықтарыңызды? Осы жерде тұлға ретінде өз ойларыңызды көрсетіп айтып отырғандарыңыз, ол сіздердің құндылықтарыңыз, білімдеріңіз, біліктіліктеріңіз. Яғни, мысалға мен мынандай нәрсе ал мен яғни онсыз қазір біз немесе біздің тыныс алатын ауамыз сияқты болып қалды контенттер. Бірақ жаңағы сияқты жағымсыз мәселелер, жаңа жоғарыда айтып жатсыздар ғой, олардың барлығының туындауы біздің құндылықтың, ішкі принциптеріміздің, біліміміздің, тәрбиеміздің, тырнақшаның ішіндегі онша емес, құндылықтарымыздың жаңағы өз емес екенін мысалға мен басып айтқым келеді. Яғни бұдан не қойса, мен айтар едім, жаңағы контенттер біздің асымыз сияқты, тыныс алатын ауамыз сияқты болса, ал мынау құндылық ол біздің ішкі, бізді адасқан кезде, жалпы өмірде бағыт бағдар беретін компас деп айтқым келеді. Неге? Себебі мысалға құндылығы жоғары адам, өзін өзі құрметтейтін адам, ішкі мақсаты жан жақты талданған тұлға, ол контентті өзінің сол мақсатына, өзінің жоспарына, өзінің өміріне тиімді пайдалана алады. Яғни, қазір енді айтып жатырмыз ғой, эмоционалдық интеллектісі жоғары дамыған, өзін өзі жетілдіре алатын, өзін өзін дамытуға мүмкіндігі бар тұлға деп айтамыз. Яғни, сіздер өздеріңіздің эмоционалдық интеллектілеріңізді осы деңгейде көрсетесіздер. Контент сіздің құндылықтарыңызға арқылы, мысалға, мен айтар едім, контент
ол тәрбие құралы. Құндылығы жоғары адам ол контентті өзінің іс-әрекетінде, кәсібінде, тәрбиесінде дұрыс пайдаланады. Мысалы, осы жерде жаңа мен енді бізде енді сіздер өмір сүріп жатқан ортада өмір сүріп жатырмыз ғой. Жастарды мен мынандай осы сіздердің тақырыптарыңыз бойынша мынандай үшке бөліп қарастыратын едім қазіргі кезеңде. Бірінші жаңағы қайыпқа ұмтылатын, жеңіл табыс табуға ұмтылатын, сондай жастар бар. Екінші жастарды мен айтатын едім, олар белсенділер, яғни олар жаңа подкасттар жасайды, дамытатын подкасттар жасайды, контенттер дайындайды, бірақ анау құндылыққа қарағанда өзінің жеке жаңағы қызығушылығы, мақсаты бірінші орында тұрады. Ал үшінші жастарды мен мынандай бөлетін едім, олар яғни жаңа қызымыз айтып жатыр ғой, ішкі мақсаты бар, кез келген контентті дұрыс фильтрлей алатын, эмоционалдық интеллектісін сол жағдайға дұрыс қоя білетін, мынау жаңағы Құралай ханым бізге сенім артып отырған сияқты, болашақтың жаңағы кілті қолында деп айтар едім сол жастарды. Яғни тағы да бір нәрсені айтқым келіп тұр, кез келген нәрсе қажеттіліктен туындайды. Жаңағы біздің өміріміздегі құндылықтардың барлығы құндылыққа айналуы, мысалыға, ол біздің қажеттілігімізге байланысты. Мысалға, мен үшін отбасы құндылығы бірінші орында тұратын болса, мен отбасыға қатысты контенттерді қараймын. Мысалға, менің кәсібім педагог болғандықтан, психолог болғандықтан, мен өзімнің кәсіби іс-әрекетімде маған өсетін, ғылыми қауымдастықта тәжірибе жаңағы жинайтын сондай контенттерді мен не істеймін? Қараймын. Одан кейін мысалға, жаңа жоғарыда айтылды, біз үнемі, менің өзімнің өмірлік принципім бар да, бұл осы қасиетті қара шаңырақта мен 33 жыл болды қызмет етіп келе жатқаныма. Яғни менде мынандай принцип бар. Мен үнемі өзімнің аудиториямда мынандай нәрсені айтамын. Қыздар, өмір деген ол өте керемет нәрсе. Мысалға, контенттердің барлығы өзгереді, ал құндылықтар өзгермейді. Оның тек қана құндылығы артады деп айтқым келеді, біздің өмір сүру деңгейімізге байланысты. Сол сияқты мысалға менің принципім үйренемін, үйретемін. Біз бір-бірімізден үйренеміз. Егер адам өмір бойы оқушы позициясында, менен педагогикалық жүйемен сөйлегім келіп тұр, оқушы позициясында мен үйренемін деген іште сондай ниет болатын болса сізде, сіз көп жаңағы мен айтқан үшінші деңгейдегі жаңағы қатардағы жастардың қатарына қосыласыздар. Не үшін мен жаңа айтып жатырмын, контенттер ол өзгереді. Және біз өзіміздің қажеттілігімізге байланысты егер оны ала алатын нәрселерді фильтрлеп, қажеттілігімізге қарай қолдана алатын болсақ, мен өзімнің кәсібімде, өмірімде, тыныс тіршілігімде оны дұрыс пайдаланатын болсам, неге ол контенттерді қарамасқа, көрмеске, пайдаланбасқа деген келер еді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сұрақтарыңыз болса қоюларыңызға болады. Сөз кезегін келесі спикеріміз оғанға берсек. Сұрақтарыңыз болса. Мен сұрағым бар еді. Құралай ханым, сізде сұрақ бар ма осы ойға байланысты? Зумдағы тыңдармандарымызда сұрақтар бар ма? Дауысыңыз естілмей тұр. Енді естілді ма? Естілді. Жұпар ханым айтқанмен толықтай келісемін, көп рахмет, жақсы ой салар дүниелер айттыңыз. Адам өмір бақи оқушы позициясында болуы дұрыс деген дүниені түртіп алып өзімізге ұмытпауымыз керек екен.
Сонымен қатар Жұпаркүл ханым бізге өте үлкен ой салды. Контент тұтынушы емес, контент жасаушы болыңыздар деді. Ар жағында сөйтіп түсіндім өзім. Яғни біз уақытымыздың бекер өтіп жатқанын сезінуіміз керек. Басқалардың контентін жаңа қыздар айтып жатыр ғой, 7-8 сағатқа дейін қарауымыз мүмкін деп. 10 сағатқа дейін қарайтындар бар. Сол кезде сіз 10 сағат өміріңіз бүгінгі күннен өтіп кеткенін сезінуіңіз керек. Сіз сол 10 сағатта қаншама контент өзіңіз жасап, ұсынып, оның нәтижесін көруіңіз мүмкін еді. Сол себепті рахмет сізге, Жұпаркүл ханым, көп. Адам контентті өзі таңдайды, және контент жасауды немесе контент қарауды да өзі таңдайды. Рахмет. Рахмет, Құралай ханым. Қыздар, мына жерде мен енді ақеркек арасында көмектесіп отырайын. Психологиялық тұрғыдан сұрақтар негізі көп болады адамда. Мына зумдағылар сұрақ қойса деп айтып жатырмын. Құралай ханымға сұрақ қой деп қызым түсінбей қалды. Зумдағылар сұрақ қоюына болады. Болмаса осы залда отырған қыздар. Себебі біздердің психолог деп қарап жүрген психологтарымыз Инстаграмда, мысалы ТикТокта, олар жай ғана әшейін бір курстарды оқып алып өзімен өзі психолог болып алғандар. Міне алдымызда 30 жылдан аса еңбек өтілі бар. Кәсіби маман алдыларыңа келіп отыр қыздар. Психологияның небір қырынан сұрақ қойып көрсеңдер болады. Қайырлы күн. Бүгін сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Және де менің ең алдағы сұрағым, қазіргі таңда біздің фундаментіміз балалардан басталады дейміз ғой, өзімізде жас студенттер ретінде саналамыз. Жақын арада жас маман боламыз. Сол уақыттары бізге берер кеңестеріңіз, балалардың қазіргі таңда фильтрсіз, яғни сұрыптамай видеоларды көру арқылы миларының сол видеолармен толып қалуынан, контенттердің дұрыс емес жүйесінен біз қалай жұмыс атқара аламыз? Өте орынды сұрақ. Мен осы жерде енді кішкене өзім туралы айтқым келеді. Мен жалпы жасыма қарамастан өте жас мамамын. 50 жасымда 3-ші ұлымды босанғанмын. Менің үлкен ұлым 33-те. Екінші ұлым бар 27-де. Қазір 3-ші ұлым 50 жасында туған ұлым 7 жаста. Бұл жаңағы қызым сіздің маған қойып жатқан сұрағыңыз өте таныс. Иә, мынандай мәселе. Қазір мен енді жаңа өзімнің бірден айттым, мен қандай контенттер тыңдаймын, қараймын, иә. Мен үшін отбасы құндылығы бірінші орында тұратын құндылық. Мынау шынымды айтайын, тәлім тәрбие шығар, мынау кеңестік дәуірдегі бізге жаңағы енгізілген жаңағы сондай бір талаптар болған шығар. Бірнеше уақытқа дейін мен осы 45 жасыма дейін бірінші кезекке құндылыққа өзімнің педагогикалық тәжірибемді, кәсібімді қойғанмын, мойындауым керек. Міне, мынау менің 3-ші баламның өмірге келуі, менің өмірге деген көзқарасымның өзгеруіне, құндылықтарымның өзгеруіне өте қатты әсер етті. Яғни, осы әрі мынау Құралай ханымның осы жерде отырғанын жаңағы пайдаланғымда келеді. Сіздерге де мысалға мен кішкене ой салайын деп отырмын. Отбасы құндылықтарына байланысты, отбасындағы балаға тәлім тәрбие беруге байланысты, олардың қазіргі жасанды интеллектке, әлеуметтік желілерге дегі өте адамдар арасындағы, ата-аналар арасындағы ең сондай бір жан ауыртатын мәселелер сіз қазір қойылып жатыр да. Осы туралы қазақ тілінде контенттердің жоқтығы. Қазақ тілін мысалға ашып қарсам, ресейлік психологтар, коучтар, тренерлер, немесе сондай бір мықты сондай педагогтардың жаңағы орыс тілінде басқа тілдегі контенттерін мен тыңдаймын. Неге? Себебі ол маған қажет. Бірақ әрине өз тілімде, өз ана тілімде сол контенттер болатын болса,
ол оның жаңағы адамдар арасындағы көмегі, мүмкіндігі, иә, өте жоғары болар еді деп ойлаймын. Яғни жалпы жаңа сіздер айтып жатсыздар, Құралай ханым айтып жатыр, сіздер де айтып жатырсыздар, мектептен бастау керек деп. Жоқ, отбасынан бастау керек. Себебі қазіргі балалар ол мектепке уже сол әлеуметтік желілерде жабысып қалған балалар келіп отыр. Оған кім кінәлі? Мысалға, осы жерде енді 4-ші курссыздар ғой, біраздарың енді сондай ниет бар шығар. Ондай ниет болмаса, ол не норма деп айтқым келеді психолог ретінде. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Яғни ол мектептен емес, яғни отбасында, мысалға, қазіргі мен ана көремін ғой енді, өзімнің жасыма қарамастан мен жас мамалармен бірге сол жас мамалар қауымдастығында өмір сүріп жатырмын. Балам садикке барды, өздерің сияқты жап-жас мамалар, олардың балалары жас қой, енді мен баламен жақсы болған екен. Олардың менің көзқарасыменен қазіргі жас мамалардың көзқарасы сәйкес келе бермейді. Мысалға, мен ұлыма 2-ақ сағат беремін планшетті пайдалануға. Бізде сондай қалыптасқан. Ал жас мамаларға қарайтын болсам, әлі емшектен шықпаған, 1 жасқа толмаған балаларына телефон ұстатып қояды. Немесе телевизордың алдына отырғызып қояды. Мен ана келіндеріме айтамын, жаңағы құрбыларымның келіндеріне айтам, жүрген жерімде, былайша айтқанда мен онша сүйе бермейді, ана турасын айтып туғаныма жақпайтын деген. Былай болмайды, былай ету керек, деп айтатын болсам, ой, құрбыларым айтып қояды, қойшы, миды ашытпай, тыныш отыра берсінші деп. Ал сіздер бір нәрсені ұғыныңыздар. Онша емес нәрселердің, жаман нәрселердің ұсақ түйегі болмайды. Яғни, мынандай пафосный тілде, ой, жаңағы тәрбие жоқ жерде білім болмайды деген Әл-Фарабидің сөзін пафостық түрде айтудың қажеті жоқ. Айтқандарыңызға қосқым келіп, кез келген құндылықты баланың кейін ол мектепке келгеннен кейін құндылығын қалыптастырамыз, отбасына деген, қоршаған ортаға деген, туған жерге деген, ұлтқа деген құндылығын тәрбиелейміз деген, ол бекер сөз. Сіздің сол құндылықтар өзіңіздің өн бойыңызда болмайтын болса, оны сіз өзіңіздің іс-әрекетіңізде, тәлім-тәрбиеңізде, жүріс-тұрысыңызда, көзқарасыңызда, дүние танымыңызда ондай нәрселер болмайтын болса, балада тіптен болмайды. Қазіргі балаларда оның болмауы, қазіргі жас мамалардың, жас әкелердің бойындағы сол нәрселердің кішкене толымсыздық деңгейінде, яғни деңгейінің төмендеуіне деп айтқым келеді. Рахмет тыңдағандарыңызға. Бәрін осы жерде отырған жастар өздеріңіз дұрыстайтын болдыңыздар ғой. Жалпы контент арқылы, Жұпаргүл ханым, таралатын теріс эмоциялар бар ғой, агрессия, токсик мінез деген сияқты. Осы нәрселер балалардың және контентті тұтынатын адамдардың психологиясына қалай әсер етеді? Өте орынды сұрақ. Жалпы балалар жылап жатады ғой, телефон тартып алған кезде, мысалға, сондай сияқты агрессияға алып келеді ме бұл контенттер? Мынау кез келген нәрсе, қажеттіліктен туындайды. Ол баяғы кезде дәлелденген нәрсе. Осы сіздің сұрағыңызға мынандай нәрсе айтқым келеді. Яғни, анау баланың қисық өсуі, түзу өсуі ең бірінші ата-ананың қолында. Мынандай, бұндай қанша жиындар өткізіп,
керемет анау блогер болып айқайлағаннан жаңа мен не десем болады, еш нәрсе ол өндіре алмаймыз. Ең бірінші адам өзінен бастау керек. Әрбір адам өзінің іс-әрекетінде, мысалға, осы менің жаңағы құндылықтарын бірінші орынға қоятын болса, тәлім тәрбие мәселесін бірінші орынға қоятын болса, анау хайп іздеу немесе мынау өмірдің жаңағы несінен қалмау, трендта болу деген нәрсе, ол сіздің құндылық ретінде сіздің өн бойыңызда болатын болса, онда жаңағы біз не десем болады, мынау кез келген жағдайларды, яғни контенттарды, әлеуметтік желілердегі барлық мәселені өзіміздің күнделікті қолданатын құралымызға айналдыра аламыз. Осы нәрсені ұмытпаңыздар. Яғни интернетті, хайп құралдары да барлығы сізге қызмет жасайтын болады. Яғни сіз өзіңізге не қажет екенін бірінші жақсы білу керексіз. Екіншіден, соны өзіңіздің өміріңізде, іс-әрекетіңізде, сізге қызмет ететіндей қылып айналдыра алу, ол сіздің қолыңызда. Әрине, ол үшін сізде кішкене білім қажет деп айтқым келеді. Тағы сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Менің сұрағым, қазіргі таңда Ақерке айтып жатыр ғой, жаңағы балалардың агрессия көрсетуі. Мысалы, біз жас ана ретінде баланы мысалы телефонын қолынан жұлып алсақ, оның мінез көрсетуі, агрессивті қылық көрсетуі оның еркелігі деп білеміз бе, әлде оның психологиялық ауытқуының бастамасы деп екеуін қалай ажырата аламыз жас ана ретінде? Құрметті студенттер, сіздер барлықтарыңыз осы жерде, осы қасиетті қара шаңырағымызда психология деген пәнді оқыдыңыздар, педагогикалық психология деген пәнді оқыдыңыздар, сол кезде мысалға жас ерекшеліктер психологиясын оқыдыңыздар. Қазір ол пәнді өкінішке орай алдырып тастады. Яғни, мынау әдемі, мынау осы әсіресе қазақ тілі мамандары пафосный тілмен сөйлейсіздер да, енді сол жағы маған кішкене не. Яғни мен маған не нәрсені өзімнің өмірімде қолдана аламын, осы нәрсеге мән беру керек, ол маған не береді деген сұрақ туындау керек. Яғни мысалға тәлім тәрбие мәселесі, кез келген нәрсені мен өзімнің жаңағы нәрселерді айналдыра алатын болсам, онда ол сізге қызмет ететіндей етіп жасауым керек. Зияны тигізбейтіндей, маған қызмет ететіндей пайдаланатын болсам, онда ол көп адамға жаңа үлгі болатын еді деп ойлаймын. Және бұл мәселелер қазір ғана емес, бұрыннан жаңағы қаралып келе жатыр, айтылып келе жатыр. Бірақ өкінішке орай, оны кез келген адам өз деңгейінде жаңағы өмірінде пайдалана алмайды. Яғни, қалай десем болады? Жалпы мынау балаларды тәрбиелеуде, менің өзімнің іс-әрекетімде, өмірімде осы жағдайлардың тек қана жаңағы жеке менің өзіме ғана емес, қоршаған ортада да әсері туралы көбірек ойландыратын болса, бұл мәселе туындамайтын еді деп ойлаймын. Бұл қыздардың айтқысы келіп отқан жазалау керек па деген ғой, енді ұру керек па, ұрсу керек па, не істеу керек деп тұр ғой. Сол жаңағы телефонды тартып алып, сол кезде ана шалқасына жатып құлап айғайлап бақырады ғой енді.
өнерін бәрін көрсетіп, қазір сондай видеолар тарап жатыр ғой. Сол кезде не істеу керек дейді, ұрып тастайық па, жоқ ұрсып тастайық па, жоқ әлде бір жазалап қамап қояйық па деген сияқты. Мен солай түсіндім бұл кісіден сұрағым. Иә, бәріміз сіздер педагогика психологияны өттіңіздер, және осыған байланысты сіздердің практикаға да бардыңыздар. Көпшіліктер Филологтар бұлар, мына жартысы филологтар, психологияны, оны педпсихқа қатысы жоқ бұл кісілер. жоқ, мен жоқ білем, бұлардың барлығы психологияны оқыған ғой. Психологияны оқыды, иә, бірінші курсында, бірақ Психологияны оқыды, педагогикалық психологияны оқыдыңыздар, иә? Оқымадыңыздар ма? Ерекшелігі бар балалар. Иә, үлгермей қалдыңыздар, иә? Жалпы мен айтатын едім, осы жерде бір кішкене реклама деп қабылдамаңыздар. Оны өздеріңіз де өте жақсы білесіздер, иә? Яғни, мысалға, біз сіздерге болашақ маман ретінде және болашақ ана ретінде қараймыз. Неге? Себебі бүкіл әлемде дәлелденген кез келген тәрбиенің ең сондай бір жаңағы әдемісі сіздер арқылы беріледі. Әдемісі, қажеттісі, керектігі сіздер қыздар арқылы беріледі. Және неге сіздер деп тұрмын? Педагогтар арқылы беріледі. Сіздер болашақ педагогсыздар, иә? Яғни сіздер үнемі қоғамменен тікелей қарым-қатынастағы адамсыздар. Яғни мына көтеріліп отырған мәселедегі сіздердің әсер ету күштеріңіз психологиялық тұрғыда да, педагогикалық тұрғыда да жоғары деп айтқым келеді. Яғни, мысалға, кез келген нәрсенің жаңағы өзінің себебі болады да. Сол сияқты қолдану ерекшелігінде біз өте жақсы білуіміз керек сияқты. Маман ретінде, тұлға ретінде, ана ретінде да, егер мен өзіме қажетті нәрсені дұрыс қолдана алатын болсам, және ол басқаларға зиян тигізбейді деген педагогикалық принциптер бар ғой, соны ұстанатын болсам, ол өзіңізге де қоршаған ортаға да жаңа тигізер әсері жоғары болатын деп ойлаймын. Рахмет. Зумдағы қыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Зумдағы қыздар, осы жердегі студенттер, сұрақтарыңыз болса? Менде тағы бір сұрағым бар еді. Мысалы, балаларына қазірде ертеден бастап сауатты болсын деп түрлі-түсті нәрселерді және желі арқылы жаңағы тілі тез шығады деп көрсетіп жатады. Ал бір жағынан оған жақындатуға болмайды, өзіне зиян, денсаулығына зиян, бір жағынан тек қызығушылығы тек соған ғана артады деп көрсетіп жатамыз. Қандай әдістерді қолдансақ болады, не істеуге болады қазірден бастап? Құрметті қыздар, сіздер, мысалға, сіздерде өте жақсы біліктілік бар, иә, жас ерекшелігі деген. Сіздер жас ерекшелігі психологиясы бойынша көп білім дағдыларды меңгердіңіздер. Мен осы жерде бір нәрсеге кішкене басымдық танытар едім. Шын мәнінде ол бекерге емес. Әр нәрсенің өзінің жас ерекшелігіне байланысты қажеттілік, қараңыздар, жас ерекшелігі бір, екінші қажеттілігіне байланысты берілетін нәрсе, ұсынылатын нәрсе, қолданылатын нәрсе сәйкес болатын болса, ол сөзсіз нәтижесін береді. Яғни, бұл жерде шын мәнінде білім қажет, біліктілік қажет деп ойлаймын. Және одан кейін бізде тағы да мынандай бір әдемі нәрсе бар, тәжірибе деген. Яғни біздің қазіргі жастарымызда мынандай нәрсе бар да, бәрін бірден игере салу, меңгере салу, соған ие бола салу деген. Тәжірибе үлкен маңызға ие. Яғни, тағы да осы жерде бір әдемі нәрсе айтқым келеді. Біздің жастардың, біздің уақытымызға қарағанда өздеріне не қажет екенін өте жақсы біледі. Осы тұрғысынан сіздердің осындай ұмтылушылықтарыңызды жалпы мен қолдаймын. Өте дұрыс деп есептеймін. Көп рахмет. Келесі сөз кезегін спикеріміз Қайырғанқызы Нұржауғанға берсек, осы тақырыпқа байланысты өз ойын айтып кетсе. Құрметті
Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар мен студенттер. Жалпы мен осы орайда осы тақырып бойынша өзімнің ойымды қосып өткім келеді. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде, әртүрлі әлеуметтік желілерде блогерлердің саны күрт өсуде. Және соған байланысты контенттердің бағыты да әртүрлі болып келеді. Біреулер саяси бағытта, діни бағытта, отбасылық бағытта бізге әртүрлі оқырманға әртүрлі контенттерін ұсынуда. Жалпы осыған дейін жаңа сөздер қозғалды. Контенттер, блогерлер көп болғанымен қазақ тілді контент өте аз қазіргі таңда. Біз олар контенттердің ішінен теріп аламыз деуге болады. Осы орайда мен сіздерге бәріміз білетін шығармыз, Фариза Туралы, Өркен Кенжебек деген сынды блогерлерді, қазақ тілді блогерлерді ұсына аламын. Соның ішінде нақты тоқталып өткім келеді. Қазақстандық медиа журналист, бірнеше деректі фильмдердің авторы, блогер Әлия Әшім. Жалпы Әлия Әшім қазақстандық медиаға өзінің үлкен орнын алып келді деп айтсам болады. Ол болашақ стипендиясының иегері, бәріміз білетін шығармыз. Лондонның Бостон университетін бітіріп келген. Ол қазір өзінің аудиториясының жастар бөліміне студенттермен тығыз байланысты. Тарих пен дәстүр тақырыбында студенттермен кездесіп өзінің ойымен бөлісіп жүр. Жалпы Әлия Әшім бізге Абай тақырыбында, Карл лагері бойынша тарих пен дәстүр, Қонаев дәуірі сынды деректі фильмдермен танымал. Қонаев дәуірі деректі фильм арқылы 1960-1969 жылдарда Қазақстанның тарихи трансформациясын, дамуын, сол кезеңдеріндегі жалпы елдің, халықтың жай-күйін бізге өзінің контентімен беріп келе жатыр. Біз ол кісінің жалпы контентінен тілдік мәдениетті көптеп байқаймыз. Әлеуметтік желілерде қазақша өте сауатты жазатын бірден бір блогер деп айта аламын. Қазіргі таңда жастардың арасында грамматикалық қателіктерді жіберу, шала қазақша сөйлеу, орысша қосып сөйлеу, жаргон сөздерді қосып сөйлеу деген сынды бірнеше өзекті мәселелер бар, және олардың нақты себебі ретінде біз осы әлеуметтік желіні ала аламыз, сол әлеуметтік желінің кесірі деп ала аламыз. Ол мәселемен күресу жолында бірнеше күресіп келе жатсақ та, жалпы оның қазіргі таңда нәтижесі бар түрі осы әлеуметтік желімен ғана жастарды сауаттылыққа шақыру болып тұр. Әлеуметтік желіден келген зиянды әлеуметтік желі арқылы пайдаға асыру деген сияқты. Осы орайда мен сізге тағы бір жобаны ұсынғым келеді. Ол қазақ граммер деп аталатын инста парақша. Оны да барлық студенттер білетін шығар. Қазақ граммер инста парақшасын жоба деп айтуға келеді. Жалпы қазақ граммер жобасы, бұл жоба сауаттылықты арттыруға арналған деп айта аламын. Бұны біз 3 бағытта қарастырамыз. Бірінші, сөз мәдениеті, яғни қазақша сөздерге дұрыс балама табу, сөздерге, тексттерге, әлеуметтік желідегі тексттерге қазақи стильді қолдануға шақыратын, және калькалау, қате нормаларды түзету деген сынды оқырманға сондай контент ұсынады. Екінші, ол орфографиялық сауаттылық. Қысқа инфография және мысалдар арқылы жазу ережелерін үйретеді. Үшіншісі ол жаңағыдай тарихи мәдени білім, Қазақстан тарихы мен мәдениет туралы контент қалыптастыру. Бізде қазақы контент өте аз, соның ішінде тарихи контент өте аз деуге болады. Біз бірнеше подкасттардан және осы Инстаграм Әлия Әшімнің, жаңа айтып өткен Әлия Әшімнің инста парақшасынан ғана тарихи мәдени контентті көре аламыз. Жалпы бұл жоба визуалды, түсінікті және заманауи форматтар жасалғандықтан ғана бізге түсінікті, тиімді болып табылады. Жалпы контент тек қана көңіл көтеруге емес, білім беруге, сананы қалыптастыруға, құндылықтарды арттыруға бағытталған. Осы Әлия Әшім мен қазақ граммер сияқты жобалардың мысалында көріп отырғанымыздай сапалы контент бізді өзгерте алады. Біздің санамызды оятады, ойымызды қалыптастырады, ұлттық құндылығымызды арттырады, сауатты жазуға және мәдени сөйлеуге өз септігін тигізеді.
Көп рахмет. Келесі іс шарамызды қорытындылау мақсатында осы іс шараның бастауын құрып, басымызды қосып, қоғам дертінің мәселелерін шешуге араластырып отырған және өздеріңіз секілді үлгі аларлықтай тұлғалармен кездесуге себепші болып отырған жетекшіміз Ибраимова Лира Әбілдақызына сөз бергіміз келеді. Себебі осы тақырыптан да, психология тақырыбынан да, бала тәрбиесі, қыз тәрбиесі деген секілді тақырыптан да өзіңіздің алыс емес екендігіңізді білеміз. Көп өзіңіздің сабақтарыңызда ойларыңызды естіп жүреміз. Өз бүгінгі іс шарамызды қорытындылап жіберсеңіз. Енді Әбділда Бекқызы. Әкемнің аты қиындау, соң қыздардың тілі келмей жатады. Мына заманда қазір ақпарат ағыны өте көп. ChatGPT сияқты миллион адамның миы басында тұрған программалармен жұмыс жасаған кезде барлық адам өзін еркін сезінеді. Өйткені сенімді адамы бар, ChatGPT деген досы бар. Бәрінің, иә. Бүкіл жастар, бүкіл бала атаулы сондай дертке душар болдық. Негізінде ол біздің көмекші құралымыз емес. Негізінде бізді деградацияға апаруы мүмкін құрал. Әрине жұмысымызды жеңілдетеді. Деградацияға апаратын нәрсе. Бүкіл жас бала қазір кішкентай баладан бастап, анау бастауыш сыныптағылардың бәрі ChatGPT-мен дос болған қыздар. Қазір қарап отырмын, бәрінің қолдарында телефон, тіпті тыңдау, дұрыс тыңдау дегенді де ұмытып бара жатсыңдар, қыздар. Мен лекциямдамын, дәріс оқитын қыздарым ғой, отырған бөтен қыз емес, барлығы өзімнің алдымда дәріс оқып жүрген шәкірттерім. Бұларға мен аямай айтамын. Аны қан жоса қылып тұрып, кесіп, жанын шығарып тұрып айтамын, ұрысып айтамын. Оның барлығы жаман болсын дегеннен емес. Ата-анасы баласына не үшін ұрсады? Жақсы болсын дейді. Ата-ана баласына жамандық ойламайды ғой. Тура сол сияқты мен де сендерге шәкіртім деп, және біздің алдымыздан өсіріп, өндіріп жатқан біздің осы қарлығаштарымыз ретінде жаман болмасыншы деп жылатып тұрып, ұрсып тұрып айтамын. Тыңдау өнерін үйрену керек, телефонды тастау керек, бойды тік ұстау керек. Мұндай жиындар не үшін керек? Тамызықтай болса да, мына менің жасым келген, апайлардың жасы келген, солардың өзі титтей бірдеңе алып кетуі мүмкін. Ал сендерге үлкен адамдарды тыңдау, өздерінің құрбыларыңды тыңдау, титтей болса да бірдеме алып үйреніп кетуге көп көмек етеді, қыздар. Жай кетпейсіңдер, мен солай ойлаймын. Өйткені біз тәжірибе, өмір көрген адамбыз ғой. Осындай жиындардан көп нәрсе үйренесіңдер. Тыңдаңдар, қыздар. Бүгін астын сызып айтып отырмыз, блогерлердің ішінде өздеріңде көріп атсыңдар, айтып атсыңдар. Жай адамдар блогер бола алмайды. Жай адамдардың қолынан келе бермейді ол. Ол өзі ішкі стержень дейді ғой. Өзін басқара алатын адамдар блогер бола алады. Өйткені оған күнделікті дағды керек, өзін-өзі жеңу керек, күнде контент салып отыруға, иә, және оның мақсаты бар. Жай ғана вайб үшін болса да, хайп үшін болса да, оның да мақсаты бар ғой. Ақша табам деген ба, әйтеуір танымал болам дейтін ба, бір мақсаты бар, иә. Барлығының мақсаты бар, қандай болса да. Сондықтан жай адамдарды алдыларыңызда алып келген жоқпыз. Өзінің ішкі стержені мықты, ел жастап дүниеге сәбеп келген, мысалы, жұпар апайлардың ішкі стержені мықты, екінің бір дүниеге сәбеп келмейді, мысалы. Иә, сендерге үлгі болсын деп мықты деген адамдарды алдыларыңа алып келдім. Осы кісілерден бір нәрсе үйрендіңдер ау деп отырмын. Сендер түгілі менің өзім кейбір нәрселерді түйіп отырмын ойыма. Алдағы уақытта сізбен біз сәл күнде осы дипломды алып кеткеннен кейін бізбен әріптес, иық тірескен дос боласыңдар. Дос болғанда әріптес боласыңдар, қысқасын айтқанда. Біз сияқты үлкен адам болып атсыңдар, қыздар. Сендердің мойындарыңда жауапкершілік бар. Құндылық дегенде жай құндылық емес. Сауап. Біздің құндылығымыз не? Маман ретінде. Біз алдымен өзіміздің кім екенімізді, маман екенімізді ұғуымыз керек қой. Жай маман емес, мықты маман болуымыз керек. Сауатты.
функционалдық сауаттылық деп қақсап айтып жатамыз ғой. Сауатты сөйлейтін, сауатты жазатын, сауатты қарым қатынас орната алатын адам болуымыз керекпіз. Және сол өзіміз болған кезде оны басқа адамдарға да үйрете аламыз. Блогер болып, қазір кейбір кішкентай балалардан кім өскендеген болсын, блогер болам дегендер бар ғой, не істейсіңдер, енді оларды білместікпен айтады ғой балалар. Блогер болсам шынында ақша тауып жүргендер бар, сөздің жаны бар. Дипломсыз ақ әйтеуір күнде бір вайн түсіріп, бірдеңе қылып, өйтіп, мына өзінің аудиториясын жинап, күлдірсе де, үйтсе де, әйтеуір еңбек қылып жүр. Ондайлар мамандық, шынында блогерліктің мамандығын ашу керек шығар дегенде ой келіп отыр менде. Блогерлік деген халықпен жұмыс жасайтын, Қысқасы, бүгінгі енді айта берсем менде айтатын нәрсе көп. Мына қыздарым асығып отыр, қайта келіп, қыз апай біз жұмыс жасаймыз, кетеміз деп, сондықтан сөзімді түйіндей келе, бүгінгі кешке келген үлкен ұстаздар, өздерінің ұстаздарын Жұпаркүл апайымызға үлкен алғысым білдіремін. Сосын сонау Гуанчжоуда қазір бәленбай сағат уақыт айырмашылығы бар, Қытайда білім алып жатқан, бірақ білім алып жатқанмен бұл кісі, сіздер білмейсіздер, Казгудың мықты маманы, филолог бұл кісі де, жай адам емес, жай блогер емес, тәжірибелі, қаншама адам сауаттандырып жүрген деп айттым ғой, магистр ілімі бар, алдағы уақытта докторантураны жоспарлап жүрген ғалым Құралай ханымға үлкен алғысымды білдіремін. Және уақыттарын бөліп, қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттер, тыңдарман болып келген студенттерге, Зумда отырған тыңдарман, Абай атындағы университет, білесіздер, педагогикалық университеттің студенттер тыңдарман болып қарап отыр. Абай атындағы ұлттық университеттің профессорлар тыңдап отыр. Одан бөлек басқа да мына тіл тұрған семинарлар, конференциялар мен семинарлардың желісі болып жатыр қазір. Сол чатқа да мен сілтемені жібергенмін, сол жерден де шамасы ұстаздар қатысып отқан сияқты. Бәріңізге, баршаңызға рахмет. Бүгінгі шарамызға қатысып, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Уақытша құндылық, мәңгілік. Таңдау әрқайсымыздың қолымызда. Назарларыңызға рахмет. Зум қосылып тұр ма? Экранды қоса сала қойыңдар. Экран. Құралай ханым шығып кетті ме? Қыздар шығып кетті ме? Жарайды. Жақсы. Кемдер суретке түсе естелікке?